саламатсыздар ма оқушылар? Отыра қойыңдар. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды наурыз айының дәйек сөзімен бастағалы отырмыз. Наурыз айының дәйек сөзі тәуелсіздік және патриотизм. Тәуелсіздік дегеніміз ол біздің еркін өміріміз, ал патриот болу осы отанды сүю, құрметтеу деген сөз. Барлығымыз өзге ұлт өкілдері болғанымен, түрлі ұлт өкілдері болғанымызбен біздің ортақ үйіміз, отанымыз ол Қазақстан. Қазақстанда тату-тәтті бірлікте өмір сүру ол үлкен бақыт. Бір-бірімізді құрметтеп сыйлайтын болса, жәрдемімізді беріп жүретін болса, ол біздің нағыз патриот болғанымыз. Тәуелсіз елдің барлығымыз патриоты болады. Енді оқушылар, барлығымыз кәнекей тақтаға шыға қойыңдар. Тақтаға шығайық. Енді оқушылар шеңбер болып тұрайық. Шеңбер болып тұрайық. Бір-бірімізге бүгінгі сабаққа жылы сөздер, тілектерімізді арнайық. Бүгінгі сабақта жақсы оқуға асық. Мынау асықты беру арқылы бір-бірімізге жақсы сөздер айтайық. Бүгінгі сабақта жақсы оқуға асық. Бүгінгі сабақта көп нәрсені білуге асық бол. Әрдайым жүріп болуға асық. Жақсылыққа жақсы жауаптар қашық бол. Қолдардың асылына жүріп бол. Үлкендері өне қолын созуға асық. Асылан әрқашынан түсін. Әйел ағамы жақсылықтарға асық. Алтын асық, зор асық. Дауысын шығарайық. Әрқашан асылына асықшынан түсін. Өмірлік асылан ашықтан түсін. Жақсы, жарайсыңдар. Енді оқушылар, барлығымыз мына жерде асықтар тұр. Осы асықтарды аламыз, осы асықтардың үстіне қарай топқа бөлінетін боламыз. Яғни, жасыл түсті асықтар екінші топ, қызыл түсті асықтар бірінші топқа отырамыз. Жақсы. Ал енді оқушылар, бүгінгі күнді жазайық. Наурыздың 3-і сынып жұмысы. Наурыздың 3-і сынып жұмысы. Оқушылар, үйге қандай тапсырма берілді? Қандай тапсырма берілді? Бата жаттауға берілді, иә? Ал барлығымыз жаттаған батанымызды айта қояйық. Ақ жол болсын, жолымыз ашық болсын, бас береке серік болсын, әркімнің жарық болсын. Жақсы. Арғай тағы тез-тез. Бақ берсін, береке берсін, ырыс береші, мол болсын, амин. Аумин. Жақсы. Ал. Азамат бол, сержет бол, ақылды, білімді бол, елдің жұмысқа қадірлі бол, ата-ананың мақтанышы бол. Анаған әдемі қылып айтайық. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, жақсылық пен жаңашылық келсін, әр шаңыраққа береке, әр жүрекке қуаныш болсын, ынтымақ пен бірлік болып, ақмол болсын, бақ қонсын. Жарайсың. Тағы. Алла тағала ақ жол берсін, қайда барсаң да бағын ерсін, таң нұрмен бірге қуаныш келсін, кеш батқанда уайым кетсін. Жақсы, тағы кім айтқан жоқ? Берекелі болсын, әркімі бақыт сыйға толсын өмірі, адамдарды қуансын, жолына сәттілік жолдас болсын. Ата-ана аман болсын, аман тілегі орындалсын. Жақсы, тағы кім айтты? Ата-ананың қуанышы бол, еліне сыйлы ақылды бол, жолында бақ болсын, есінің құтты болсын. Жақсы, орған айта ғой. Дастархан майлы болсын, көңіл жайлы болсын, тілеген тілектері қабыл болсын. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, оқушылар барлығымыз бата жаттап келдік, иә? Тапсырмасын барлығымыз жақсылап орындап кеттік. Барлықтарына рахмет. Енді оқушылар, батаның қандай түрлерін білесіз? Иә, тағы. Жол батасы. Бір біте баспай айтайды, иә? Бесік тойда беріледі. Үйлену тойда берілетін. Енді осы батаға қандай жерлерде беріледі? Бата үлкен тойларда, мерекелерде, мейрамдарда беріледі. Жақсы, мерекелерге үлкен тойларда беріледі екен. Енді осы біздің наурыз айында қандай мерекелер бар? Қандай мерекелер тойлаймыз наурыз айында? Бірінші наурыз алғыс айту күні. Жақсы, тағы. 8-ші наурыз бүкіл әлемде әйелдер Халықаралық әйелдер күні, иә? 14-ші наурыз көрісу күні. Көрісу күні екен 14-ші наурыз. Жақсы. 22-ші наурыз ұлыстың ұлы күні. 22-ші наурыз ұлыстың ұлы күні, яғни. Енді осы 22-ші наурызда тек қазақ халқы ғана тойлай ма? Жоқ. Түркі халықтары тойлайды екен. Осы түркі халықтарына қандай халықтар жатады? Айта ғой. Түркі халықтарына қазақтар, қырғыздар, өзбектер, түркмендер, әзербайжандар жатады.
Жақсы, Түркмендер, Әзербайжан халықтары жатады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Енді оқушылар, біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын бағалау парағын берейін. Алдарына өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Әр тапсырма орындаған сайын мынау бағалау парағында тапсырмалар тұр. Тапсырмалардың дискриптерлері тұр. Және сол дискриптордың астында қандай балдар тұр. Яғни тапсырманы орындаған сайын дискрипторға сай өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Тақырыбы Наурыз түркі халықтарының дәстүрлі мейрамы деп аталады екен. Барлығымыз сабағымызды тақырыбын дәптерімізге жазайық. Бізбен таныстырайық. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының негізінде деректі келтіре отырып дәлелді жауап беру. Етістіктердің бұйрығына қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Жаңа сөздермен таныс болайық. Бүгінгі жаңа сөздер Наурыз көже, Наурыз мерекесінде дайындалатын ұлттық тағам, көңіл күй, адамның ішкі сезімі, кешір, айыбын түсініп, ренішті ұмыту, оян, ұйқыдан тұру, сенім, ежелгі, өте көне, ертеден келе жатқан, тойлау, мерекені атап өту. Барлығымыз ереже дәптерімізге жаңа сөздерді жазып алайық. Яғни бұл сөздің барлығы бізге таныс, оқушылар? Тез жазып аламыз. Наурыз көже, көңіл күй, кешір, оян, ежелгі, тойла деген сөзді жазамыз. Оқушылар болса, екінші жаңа жыл. Екі мейрамға қатысты берілген сұрақтарға жауап жазуыңыз керек. Яғни бұл оқушылар топтық жұмыс. Яғни бірінші топ. Сендер Наурыз мерекесін тойлайсың, яғни сұрақтарына қатысты жазасыңдар. Екінші топ жаңа жылды жазасыңдар, ауыз кетті ма? Жаңа сендер Наурыз мерекесін жазасыңдар, ал сендер жаңа жылды жазасыңдар. Яғни сұрақтарға жауап береміз. 1 минут уақыт беремін. Жылдан тез сұрақтарды жазып шығамыз. Бірігіп орындаймыз. Яғни сендер жаза берсеңізші. Яғни сендер жаза берсеңіз. Bir gün vakit verelim okuşlar. Sұрақтарға жауап жазамыз. Dayandalады. Türlü salatlar, tәттілер, мерекелік тағамдар dayandalады. Адамдар қандай киім киеді? Әдемі мерекелік киімдер, мысалы қасқырдың, қояндың киімдерін киеді. Яғни кішкентай кезімізде бәріміз сол киімдерді киіп өстік, Жаңа жылда қандай тілек айтылады? Жаңа жыл құтты болсын, бал, денсаулық тілеймін деп айтылады. Жаңа жыл жарылқасын, жақсылығын ел келсін деп айтылады. Жақсы, жарайсыңдар. Барлық сұраққа жауап берді, отыра қойыңдар. Енді келесі. Бірінші топтың жауабын тыңдайық. Сендерге берілген тапсырма Наурыз мерекесіне қатысты сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бастайық. Navruz meyramı kaçan toylanады? Navruz meyramı 22 Navruz'da köktemde toylanады. Көктем мезгілінде тойланады. Жақсы. Наурыз мейрамы ауа райы қандай болады? Көктемде күз жылына бастайды, қар еріп табиғат жаңарады. Жақсы. Мерекелік дастархан қалай дайындалады? Наурыз көже, беш бармақ, ет, қазы, шұжық, құрт, ірімшік, бауырсақ деген ұлттық тағамдарды дайындап дастархан жаяды. Жақсы. Адамдар қандай киім киеді? Ұлттық және ашық түсті киімдер киеді. Ұлттық киімдер кеткен. Тағы не келді екен? Олың болсын, мол болсын. Жоқ, сұрағыңды оқи ғой. Қандай тілек айтылады? Олың болсын. Олыс оң болсын. Олыс оң болсын, ақ мал болсын. Ақ мол болсын, қатесіз айтамыз. Жер берекелі болсын. Жол болсын деп айтады. Жақсы.
Мереке қайда өтеді? Алаңдарда, үйлерде, аймақта отбасы тойланады. Яғни, алаңдарда, үлкен алаңдарда тойланады екен. Ол кезде не тігіледі? Киіз үйлер тігіледі. Қазақтың әр ұлт өзінің ұлттық киімдерінде киініп алаңда, яғни Наурыз мерекесін тойлайды екен. Жас отыра қойыңыз. Енді оқушылар, екінші тапсырма бізде 66-шы бетті ашамыз. Екінші тапсырмада оқушылар сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасына қарай сәйкестендіруіміз керек. Мен сендерге қазір группаға, қазақ тіл группасына сілтеме жіберемін. Сол сілтемені өз аттарыңызды жазып, сілтемеге кіріп, тапсырманы орындаймыз. Кәнеки бастайық, жібердім. Ашылды ма барлықтарында? Менде мына жерден ашылмай жатыр. Тұрма сенде де? Аты жөніңізді жаздық па? Кім қанша бал алды? Кәнеки айтайықшы. Ипек қанша бал алдың? 13 бал. 13-тің 13-не жауап бердің, жақсы. Ясмина сенші? 13 бал. Жақсы, тағы да. Кім қанша бал алды? 13 бал. 11 бал. 2 яғын сұрағына бір жауап бересің, қалғандар? Сен қанша бала алдың? 9-дан 13-тің 9 бала алдың. Жақсы. Сен 7 бала алдың ба? Қанша бала алдың? 8 бала алдың. Жақсы. Тағы. Сен ашылмай қалды ма? Жарайды. Енді оқушылар. Жылық келеді, арықтардан сулаған құстар ұшып келеді, мал төлсейді. Сөйтіп, жаңа күн басталады. Қазақтар Наурызды ұлыстың ұлы күні деп атайды. Бұл мерекені қазақтар ұлыс болып бірге тойлайды. Бірін-бірі құттықтап, жаңа күнді жақсы көңіл күймен қарсы алады. Ренжіскен адамдар бір-бірінен кешірім сұрайды. Ауылдың жастары үлкендерден бата алады. Жақсы тілек айтылады. Жігіттер арықтарды тазалайды. Қыз-келіншектер ағаш көшеттерін отырғызады, үйдің ішін, аулаларын тазалайды. Әжелер бұл күні әр үйдің дастарханын жаяды. Дастарханға 7 түрлі тағам қойылады. Солардың ең бастысы Наурыз көже. Наурыз көжені бүкіл ауыл адамдары дәм татады. Қазақ халқы Наурызды өнер тойы етіп өткізеді. Бүй билейді, күй тартады, ән айтып, өлең айтады. Сөйтіп, адамдар жаңа күнмен бірге жаңа өмір бастайды. Мәтін не туралы екен? Наурыз мерекесі, Наурызды қалай атап өтетіні туралы айтылған екен. Енді оқушылар барлығымыз мәтінді бір-бір сөйлемнен оқып шығайық. 6-шы тапсырманы. Шығыс халықтарының жүргізуші Наурыз үндестік мейрамы.
Navruzda tabiat anamın bağrındağı bütün türşülük oyanады. Жылылық келеді, арықтарда су ағады, жер бетіне көл шығады, құстар ұшып келеді, мал төлдейді. Өйтіп жаңа күн басталады. Қазақтар Наурызды ұлыстық жылы күні деп те атайды. Бұл мерекені бүкіл халық ұлыс болып бірге тойлайды. Ары қарай. Бастап оқи бер. Қазақ халқында бұл мейрамды тойлаудың ежелден қалыптасқан дәстүрі бар. Табиғат мейрамда адамдар ерте оянып жаңа күнді жақсы күнмен қарсы алады. Ары қарай. Орхан оқи. Бірін-бірі Құттықтап жақсы тілек айтады. Meclis'ten adamlar birbirini keşirip sıraydı. Ауылды жастары кеңселер бата алады. Жақсы. Баталар, енді оқушылар мәтінді оқыды, тыңдады. Ендігі тапсырма сендерге. Екінші топ сендер. Мына топ. Екінші топ сендер сұраққа жауап бересіңдер. Және сол сұрақ қоясыңдар бірінші. Сосын сол сұраққа жауап бересіңдер. Мәтіннің мазмұны бойынша. Ал бірінші топ сендер мынау суреттердің мазмұнының желісі бойынша, мазмұнының реттілігі бойынша, мынау суреттердің ретімен орналастырып, мәтіннің мазмұнын айтасыңдар. Тапсырма түсінікті ме? Ал орындаймыз. Тезірек жазамыз. Сұрақтарыңды. Неға? Әр мына мәтінге байланысты сұрақ қоямыз, сосын сол сұраққа жауап береміз. Әр күнде сұрақ жазыңдар. Мына тілемен жарыспайтын шығар, е? Жарыспайтын. Жауаптарды жазбайтын, тек сұрақты жазыңдар. Егер жауабын өздерің ауызша айтасыңдар. Оқушылар, 2 минут уақыт беремін. Жұмыс жасайсың, не yapıyorsun? Болсақ белгі береміз. Жақсы. Ал мына топ болдыңдар ма? Кесте жабыстырамыз. Болдық па? Ал шығар. Navruz көктемдегі жаңарып және жаңа жылдың басталуын білдіретін мереке. Наурыз мереке бірліктің, татулық пен мейрамы. Еншіске адамға қандай әрекет жасайды? Navruz күнінде әр адам бір-бірінен кешірім сұрауы керек. Сол үшін ренжіскен адамдар Navruz күндері бір-бірінен кешірім сұрайды. Жақсы. Navruz кеше неше түрлі тағамнан пісіріледі? Наурыз күні жеті түрлі тағамнан пісіріледі. Наурызда дастарханда қандай тағам болады? Наурызда дастарханда көп тағамдар болады. Ең бастысы наурыз көже. Сонымен бірге бешбармақ, шұжық пен қазымен шұжық. Ал тәттілерден тәттілерден бауырсақ пен кәмпит жақсы адамдар біріне жақсы тілектер айтып, бірге қуанады. Қуанады, жақсы. Тағы да не істейді екен тағы? Наурыз мерекесінде тағы қандай іс-әрекеттер жасайды? Ұлттық ойындар ойналады. Би билейді, ән айтады. Ұлттарға бата береді. Яғни Ауыл жастарына бата береді. үлкендер ауыл жастарына бата береді. Тағы қандай жұмыстар атқарылады екен? Ауылдың жастары ағашқа
Қазақтар Ағаш отырғызады екен, иә, ауылдарда ағаш отырғызады. Арықтың, олар арықтарды тазалап, бұлақтардың көзін ашады екен. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар, отыра қойыңдар. Ал шығайық. Оқушылар, қазір топ бір-бірімізді бағалаймыз. Сендер болыңдар, е? Шығыс халықтың түсінуінше наурыз мейрамы үнсіздік мейрамы. Нақты қарап отырамыз, оқушылар. Қазір бағалайсыңдар. Жақсы, ары қарай. Бүкіл ауыл күзді қарсы алады. Би билейді, ойындар ойнайды. Әжелеріміз үлкен дастархан жаяды, ұлттық тағамдарды қояды. Мысалы, бешбармақ, ірімшік, бауырсақ, шұжық, ең басты наурыз көже. Үлкендер тапқа береді. Бұл күні әр үйдің дастарханына наурызға арнайы пісірген тамақтарға толы болады. Солардың ең бастысы наурыз көже. Наурыз көже 7 түрлі тағамнан пісіріледі. Одан бүкіл ауыл адамдары жанын тартады. Дастарханға үлкен адамдар мәртебеледі. Қазақтар наурызды өнер тойы деп өткізеді. Әншілер ән айтады, бишілер билейді, күйшілер күй тартады, түрлі ұлттық ойындар ойналады, балалардың тұсауын кеседі, құдалықтар болады. Сөйтіп, адамдар да жаңа күнмен бірге жаңа өмірін бастайды. Қазақтар наурызын ұлыстың ұлы күні деп атайды. Бұл мерекені бүкіл халық ұлыс болып бірге тойлайды. Жақсы. Арнайы мейрамда адамдар ерте оянып жаңа күннің жақсы көңіл күймен қарсы алады. Бір-біріне жақсы тілек айтып, мерекені айтады. Ренжіскен адамдар бір-біріне кешірім сұрайды. Кешірім сұрап, яғни мерекені үлкен көңіл күймен өткізеді екен, тойлайды екен. Жақсы, отыра қойыңдар. Енді оқушылар, бір-біріміздің жауаптарымызды естідік. Енді топты бір-бірімізді бағалайық. Кәдімгі мынау топтан бағалайық. Бұл жерде жұдырық, алақан әдісі арқылы бағалаймыз. Кәдімгі бәріміз мынау топты бағалайық. Бірінші, сендер мынау топты бағалаңдар. Сендер емес. Ал екінші топ, бірінші топ, яғни екінші топты бағалаймыз. Жақсы. Енді осыған неліктен жұдырық, алақан әдісі арқылы неліктен бұндай баға қойдыңыз? Суреттерді мәтін мазмұнына сәйкес дұрыс серпінмен орналастырды. Суреттерге сүйене отырып, жүйелі түрде әңгімеледі. Әңгімелеп айтты, яғни барлығы суреттердің дұрыс орналастырды және сол суретке қарап мәтіннің мазмұнын айтты. Жақсы. Ал енді екінші топ кім? Ал айтауыш деп бағалайды. Тыңдалған мәтін бойынша нақты сұрақтарды құрастырдылар. Құрастырдылар демейміз. Құрастырды. Құрастырған сұрақтарға толық әрі дұрыс жауап берді. Толық әрі дұрыс жауап берді екен. Жақсы. Жарайсыңдар. Енді оқушылар өз-өзімізді бағалап отыруды ұмытпаймыз. Яғни барлық сұрақтарға дұрыс жауап берсек, өз-өздерімізді бағалап отырамыз. Райларды оқып жатырмыз, иә? Ал етістіктің райлары дегеніміз не, кім айтады? Етістіктің райлары. Бақан айта ғой. Етістіктің райлары қимыл әрекетін сөйлеуші тарапынан қалай берілетін білдіретін етістіктің грамматикалық түрі. Жақсы, етістіктің райлары нешеге бөлінеді? Нешеге бөлінеді, Ясмина? Етістіктің райлары төртке бөлінеді. Ашық рай, бұйрық рай, қалау рай, шарты рай. Ашық рай іс әрекеттің үшін болғанын білдіреді. Бұйрық рай бұйырады, өтініш білдіреді. Шарты рай шартты мағынасын білдіреді. Қалау рай ниетін білдіреді. Жақсы, жарайсыңдар. Енді оқушылар келесі бізге тапсырма, бұл жеке жұмыс, барлығымыз кім жылдан ойыны арқылы төртінші тапсырманы орындаймыз. Көп нүктенің орнына бұйрық райлы етістіктерді қойып, көшіріп жазамыз. Дәптерімізге орындаймыз. Жеке жұмыс. Екі сөйлемді жазбаша орындайық, қалған сөйлемді ауызша орындаймыз.
Жақсы, ары қарай бөлек. Өзім де дайындыққа қосыл. Қосыл дейміз ба? Болады, ары қарай. Қатыс десек те болады, е? Бұл ойынға олар да қатыссын. Қатыссын, жақсы, Лейла. Наурыз көжесінде бүгін әзірленді. Әзірленді, жақсы. Енді оқушылар, біз жұмысты тексеру үшін қазір бір-біріміздің дәптерімізді алмастырамыз. Жеке жұмыстың бағасын қоямыз. Ол бағаны біз жылы сөздер арқылы бағалаймыз. Дәптерімізді алмастырамыз. Енді қатесін тексеру үшін қатесін біз тақтадағы өзіңді тексер дегеннен тексереміз, оқушылар. Кітаптада кім жазылып, көп нүктенің орнына тек қана керек сөздерді қояды, сол жерді ғана тақтадан қараймыз. Дұрыс орналастырды ма, қатесі жазды ма, соған да көңіл бөлеміз. Дескриптор бағалаған кезде дескрипторға қараймыз. Болдық па? Ал болса, енді жылы сөздер арқылы бағалаймыз. Бір-біріміздің кім тексерді? Яғни мынау дескрипторға қарап баға қояды. Жарайсың деп қойыпты, жақсы деп қойыпты, жарайсың. Ал елің неліктен жарайсың деп қойды? Көп нүктенің орнына бұйрықлары жетістіктерді дұрыс қойды, бірақ мәтінде қатесі бар. Яғни бұл Арунға қойған, Арун қате жаз деді. Жақсы, Арун екінші рет көшіргенде қатесі көшіруге тырысайық. Ары қарай жарайсың деп қойды. Дұрыс жауап берді. Яғни көп нүктенің орнына бұйрық райларды дұрыс қойды. Жақсы. Енді оқушылар ары қарай келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқушылар. Келесі тапсырма бізге оқушылар. Жұптық жұмыс, ойлан, тап, бөліс әдісі. Бұл жерде 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада наурызда жасалатын дәстүрлі рәсімдерді бетіне қой. Бұл жұптық жұмыс, оқушылар. Екі адам бірігіп орындайды. Бөлек, сен кел ал. Ортаның қасына отыр. Жұптық жұмыс. Сен екеуі отырып, Орхан келген ол. Орханның қасына отыр. Жұптық жұмыс. Орындаймыз. 1 минут уақыт беремін.